Ақылды саудагер. Бір саудагер 5 теңгеге есек сатып алыпты. Ақшасын беріп, есекті ертең алатын болып келісіпті. Ертесіне келсе, есек өліп қалыпты. Иесі байғұс төмен қарап тұрады. Ақшаны қайтар десе, жұмсалып кеткен екен. Сәл ойланып тұрған саудагер өлген есекті алып кете барады. Бірер күн өткен соң, әлгі саудагерді жолықтырып қалған есектің иесі өлі есекті не қылғанын сұрапты. Саудагер сатып жібергенін айтады. Ана кісі таңырқап, өлі есекті қалай сатқанын білгісі келеді. Сонда саудагер айтқан екен: лотерея билеттерін жасап, әрқайсысын 1 теңгеден саттым. Есекті 30-қа тіктім. Сөйтіп 20 билет саттым. Есек өлі ғой. Ешкім қарсылық танытпады ма сонда? 30-ты жеңіп алған адам ғана қарсылық танытты. Мен оған өзінің 1 теңгесін қайтарып бердім. Қоғамда не болса соған сенетін адамдар көп. Бұрында болған, қазірде бар, ертеңде болады. Алдаудың, арбаудың аты өзгергенмен заты өзгермейді. Ал адамда сенгісі келген нәрсені ғана естиді, естігісі келген нәрсені айтатын адамдар табыла қалады. Тағы да Абайға жүгінсек: сенбе жұртқа жатса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың еңбегіңмен екі жақтап. Солай бауырлар.